Hürmetli ustazlar, okuşlar, sizlerde 1 mамыр Қазақстан халықтарының бірлігі, мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Ынтымақ пен бірлігі жарасқан мәңгілік ел Қазақстан, ата-қасықтан сынып сағатын ұсынады. Қазақстанда 130 ұлт өкілдері тұрады. Мұнда ұлтына, нәсіліне қарамай барлық халық бір-бірімен туысқандай болып кеткен. Қазақстанның дамуына барлық ұлт өкілдері бірлесе еңбек етіп келеді. Сондықтан 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні болып аталады. Болсын жер мен суда ортақ, болсын біздің туда ортақ. Ақбыз, қара, сарымыз, ағайынбыз бәріміз. Ортақ жұтар ауамыз, ортақ жарық күніміз. Достық туған анамыз, жердің қызы ұлымыз. Қазақстан жасасын. 1 мамыр тойлап, саламыз бәріміз. Көп ұлттың тәтті халқымыз, бізге тәнті бар әлем. Болашақтың ұрпағын, ұланымын. Елім менен мәңгіге мақтанамын, бейбітшілік туымыз, желбірейді мәңгіге. Ақбыз, қара, сарымыз, ағайын біз бәріміз. Ортақ болсын асқан тау, жеміс толы бақша бақ. Болсын жер мен су ортақ, болсын бізге ну ортақ. Ақбыз, қара, сарымыз, ағайын біз бәріміз. Мамырдың 1-і достық күні, ән салып билеген халықтың үні. Тұтас тойлаған ұлттар, керемет мереке мамырдың 1-і. Мамырдың 1-і болсын жер мен суда ортақ, болсын біздің туда ортақ. Ақбыз, қара, сарымыз, ағайынбыз бәріміз. Мамырдың 1-і достық болғанымен тілек бір, ұлы достық мәпелеген жүрек күл. Қазақстан бар ұлысқа шаңырақ, шайқалмастан. 1 мамыр достық күні, бірлік күні. Ұлттарды қосылатын басты күні. Bir ұлт боп, бір жерге біргеміз, бір елде мәңгі өмір сүреміз. Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем, ағында өзен асқар тауын гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем, мен оның құдіретті үнін сүйем. Бар жандығын сүйемін деп қыбырлаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемде жарып шықты, бос торғайым болуының шырылдаған. Отан бәрінен биік екен, мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Достық шырағымыз, достық ұранымыз, достық туымыз, достық әніміз.